Тұрғын үй жайға есепке қою үшін сіз Өркен Отбасы банк KZ сайты арқылы өзіңіз осы сайттан өтініш беру үшін сіз поисковикке Өркен Отбасы банк KZ деп жазып аласыз. Өркен Отбасы банк сайтына басасыз. Осылай. Содан кейін басты бетте кіру батырмасын басасыз. ETSP кілт міндетті түрде болу керек, болмаса ашуыңыз керек. Сосын ETSP кілтіңізді таңдап, әрі қарай паролін жазып, подписание жасайсыз. Содан кейін басты бетте сіздің аты жөніңіз шығып тұрады. Өтініштер бөлімін басасыз. Одан кейін осы жерде есепке қою үшін өтініштер деген жерде өтінім беру дегенге басуыңыз керек. Содан кейін мына жерде өз атыңыздан өтініш беріп жатсаңыз, үстінен басасыз. Міндетті түрде тізімнен санат таңдайсыз. Анықталмаған, астың жағында алтын алқа, одан кейін көп балалы отбасылар, бірінші екінші топ, ана дәрежесі, төртінші, одан да көп аналар, баласы барлар, одан кейін жетім балалар, мүгедектігі бар, бірінші екінші топ, ұлы отан соғыс ардагерлері, жесірлер деген сияқты осындай категорияға ешқайсысына жатпасаңыз, жоғары жақтағы анықталмаған деген категорияға басасыз, галочка қоясыз. Одан кейін мына жерде өзіңіздің үйіңіз егер жалғыз болып апатты болса, онда міндетті түрде мына жерде сол үйіңіздің апатты екені жайлы құжатыңызды жүктейсіз. Егер онда үй болмаса, онда бұл жерге құжатты тіркеу міндетті емес, жалғастыру батырмасын басасыз. Сосын тіркеуге қою туралы өтінішке жаңағы мен келісемін тұрғын үйге кезегіне тұруға деген жерге галочка қоясыз да жалғастыру батырмасын басасыз. Сосын кейін өзіңіз ETSP кілтіңізді таңдап, паролін жазып, подписать етесіз. Әрі қарай екінші жерден деректер жинау деген жерге де ETSP кілтпен қол қойып, мен келісем, жалғастырам деп ETSP кілт таңдап, паролін жазып, подписать етесіз. Әрі қарай екі жерден қол қойылады. Одан жіберу батырмасын бассақ, деректер өңделіп жатады. Жаңағы қазір мемлекеттік ақпараттық жүйелерде деректер алу орындалып жатыр деп тұрады. Сосын астың жағында минуттар жазылып тұрады. Оны тосуыңыз керек. Осы жерде обновить етіп, одан кейін ол жалғастыру батырмасын басасыз, жаңартуды. Одан кейін дербес деректерге осындай сәтті өңделді, базадан сұрақтар жасалды деп тұрады. Сосын жалғастыру батырмасын басқаннан кейін өзіңіздің жұбайыңыздың келісімі керек болады. Деректер өңделіп болғаннан кейін, сосын кейін өтініштер бөліміне басасыз. Одан кейін дербес деректер жинауға келісім дегенге мен келісем деп ETSP кілтпен қол қоясыз. Қайтадан ETSP кілттің паролін жазып таңдап аласыз. Одан кейін паролін жазып подписать еткеннен кейін барып осы жерде деректер жинау өңдеу келісім деген құжатыңызды жүктеп аласыз. PDF форматта ашылады. Соғымен танысып шықсаңыз болады. Дербес деректер жинауға келісім деген жерден. Одан кейін сіз осы басты бетте сайтта өтініштер бөлімін жаңартасыз. Одан кейін назар аударыңыз. Қазір мемлекеттік ақпараттық жүйелерде деректер алу орындалып жатыр деп тұрады. Соны жалғастыру батырмасын баспас бұрын белгілі бір минуттар тұрады. Сол өткеннен кейін әрі қарай жаңарту батырмасын басасыз. Одан кейін сізге осындай статус ашылады, келісім берілді деп. Одан кейін жаңарту батырмасын қайттан басасыз. Одан кейін өтініштер бөлімін бассаңыз, сәтті аяқталды деп тұрады. Оған басасыз. Одан кейін барлығы аяқталу деген статусқа келгенде осы жерде кезекке қою деген уақытысы жазып тұрады, жүктеу деп құжатын жазып аласыз. Одан кейін кезекке тіркелген уақытысы барлығы шығып тұрады. Сосын кейін мына жерде бізде тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес өтініш бойынша оң шешім қабылданды деген хабарлама шығады. Осыны сіз жүктеп аласыз. Сосын 1-3 күн ішінде кезекке тіркелесіз.